Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Мінекей мынандай қора жасап жатырмыз. Қолда бар материалдармен, қолда бар ағаш тақтайларменен, көп ештеңе сатып алмастан, осындай биіктеу етіп, астын құмалаға түсіп кететін етіп, мына қойларды да жақында ғана алып едік кеше. Сол енді астын қарасаңыздар, мінекей бұлардың қойлардың бұл жерде тұрғанына кеше кіргіздік, бір күн болды. Әлі бірде бір құмалақ астында жоқ, астылары құрғақ. Науасы профлистен қағылды. Осылай жасадық, 30 сантиметр етіп. Мынаның биіктігі 27 қылып алып едік, сәл биіктеу сияқты. Астына келетін болсақ, асты мынандай тақтайлар қағылды. Оның астына біз трубалар осылай барынша жасап жатырмыз. Мына жерге бір қатар шифр қойылды. Шифрларды көріп отырсыздар. Тебір күннен қорғап тұр. Судан бір қорғаса. Енді тағы да бір қатар мына жерге шифр қоюымыз керек. Ала жазса, бұйыртса. Келесі тағы да бір жасап жатқан жұмысымыз. Мына жақта тағы да бір сондай құрастырамыз ба деген, сондай қора саламыз ба деген ойымыз бар. Ол үшін мен жаңа мынандай азбес трубалардан шамам жеткенше тасып әкеп қойдым. Сосын біраз шаршап демалып алайын деп сіздермен осы видеоны түсіріп отырмын. Бұларды мінекей астына осындай етіп орналастырып, оның үстіне анандай тақтайлар қойып жатырмыз. Мына жер мүмкін айтарсыздар, шашылып жатыр, жинамайсың ба деп айтатын боларсыздар, бірақ бұл мен үшін әр нәрсе өзінің орнында тұр. Мен үшін, жұмыс істеп жатқан адам үшін. Ал ертең мына жақта шөп жинаула болады. Ол шөпті сосын мына жерде бұзып, анау жерде бұзып, сол жерден шөп алып отыратын боламыз. Қазір таңғы сағат 10, бұлардың су ішетін уақыты. Қазір бұларға су береміз. Судан кейін 11-лерде шөп жейтін болады. Ал таңғы жемін бұлар азамен жеп алған. Жалпы мынау керемет темірден, сваркамен, материалдармен жасалған жоқ. Біз қолымыздан келгенше, қолымыздан барына көріп отырсыздар, ар жақ қабырғалар, есіктер. Қалада мынау есіктер шығарып тастайды ғой мусорға. Сондай есіктер ғой бұлар. Ар жақтар есіктер. Мінекей. Мынандай көріп отырсыздар, есіктер. Артқы қабырғасы. Мына жаққа да бір қатар шифр қойылған. Негізгі дұрыс болады, егерде бірінші тапшанды істеп алған дұрыс екен. Төбесінен авестен бұрын тапшанды істеп алған, әлде қайда дұрыс болады екен. Егер осындай қора салатын болсаңыздар, бірінші астына нарды жасап алған дұрыс екен. Қолдан келгенше осылай жасап жатырмыз. Өйткені Абай атамыз айтады: жамандық көрсең нәфратлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлі, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Сондықтан да ондай болмақ қайда деп мүлдем жасамай қойғаннан гөрі қолдан келгенше осындай. Жалпы мұнаншама ағаш тақтайлар негізі кез келген ауылдық жерлерде табылады. Мынандай есіктер, мынандай нелер деген сияқты. Мынау да енді былтырғы салған қорамыздан қалған профлист еді. Сол профлисттен жасадық науасын. Бұларға қазір су береміз. Жалпы қазір бұл қойлардың кіргеніне бір күн ғана болды. Бұлар қазір тамаққа толық үйреніп алғаннан кейін тағы да бір видео түсіретін боламыз. Әрі ол кезде Алла жазса, мына жаққа да бір қора салып, осы жаққа да қойларды кіргіземіз бе деген ой бар. Әркім барымен базар дейді ғой. Өзіміздің қолымыздан келгені, әзірше қолымыздан келгені осындай қора болды. Бірақ мен сенем, қайратымыз бар да, бойымызда күш қуатымыз бар да, денсаулығымыз бар да, бұдан да жақсы, бұдан да керемет темірден әдемі каркасты, әдемі қораларды
әлі бұйыртса алла жазса салармыз, ішін малға толтырармыз. Әзірге Аллаға шүкір. Кесуля, мінеке мынандай тақтайлармен салып жатырмыз. Бірақ осындай ескі тақтайлармен салып жатқанның өзінде де сапасы, мен ойлаймын, барынша сапаға мән бердік. Әрбір қазылып жатқан қазық, әрбір орнатқан мынандай асбест трубамыз өте мықты, теңселмейтін, шайқалмайтын, ұзақ уақыт тұратындай етіп жасадық. Барынша екі тақтай жібердік мына жағынан. Қазір көрсетейін сіздерге. Мынандай неден екі тақтай бір-біріне қосып жалғап, әрқайсының ұзындығы 80 сантиметр, ана жерге дейін. Анадан былай 80 сантиметр, анадан былай қарай 80 сантиметр. Сонда 160. Ал мынандай орнатқанымыз бар, ар жағындағысы бар. Сонымен жалпы алғанда іші 1,5 метрден сәл ғана ұзын болды. Мінекей қойларды да сол жақында сатып алдық Жаңарқадан. Енді менің осы қора салуға келіп, қаладан келіп жәрдемдесіп жатқан ағайын туыс бауырларымыз бар, жезделеріміз бар. Атын атай кетейін. Жездеміз Жанғали, Құдабай жездемізге, жиеніміз Бақошқа, бөлелеріміз Нұрсұлтан мен Бексұлтанға көптен көп рахмет. Осылай қаладан арнайы келіп, Нұрғисаның шаруашылығына көмектесейін деп жетіп жатқандарына. Бұдан бөлек ар жақта өздеріңіз білесіздер, үлкен қора бар. Ол қорада ешкілер, бірақ қазір ешкілер жайылымда. Таңертең сауылды, сауылғаннан кейін жайылымға кетті. Негізі біздер жазда ешкілерді бірінші шығарып алатынбыз, таңертең 5-де ертеректеу. Сосын сағат 7-лерге қайтадан қораға келіп сауып алатынбыз. Әзірше ондай режимге әлі өткен жоқпыз. Қазір бірінші сауып, содан кейін барып шығарып жатырмыз. Енді мына жерді аяқтап тастау керек. Өйткені бір қатар тағы да шифр тауып, осы жерге шифрмен жабу керек. Себебі мына науа жаңбыр жауған кезде ішіне су кіріп бөлінбегені дұрыс. Осы жерден төбеден тағы да бір қатар шифр қойсақ, соны тауып орнатсақ. Негізі бұнда мынаған қанша қаражат кетті дейтін болсаңыздар, енді айтсам сенбейсіздер, мүмкін бензинге неге қаражат кеткен шығар, оларды есептемегенде алғанымыз міне мынау шеге ғой. Не шеге. 70-тік шегелерден алдық. Болмаса бір басқа материал сатып алған жоқпыз. Айтпақшы, жаңа айтуға ұмытып кеттім, көршілерімізді мынандай брус тақтайлар берген өткенде. Сен қора салып отыр кесің ғой деп. Талғат көршімізге рахмет. Мынандай брус тақтайлар бізде жай тұр ғой, ала бер деп. Соларды орнатқанбыз. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Менің кішкентай ғана осы жасап жатқан шағын шаруашылығымызға, шағын кәсібімізге өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп, осы видеоны қарап, оны бөлісіп жатсаңыздар тіпті жақсы болар еді, басқа достарыңызбен, таныстарыңызбен. Өйткені біз әрбір жазылған комментарийге, әрбір басылған лайкқа, әрбір сіздің қараған осы видеоны қарап шыққаныңызға біз риза боламыз. Әрбір комментарийді оқып, соған мәз болып, ары қарай бізге күш қуат береді. Осындай жер қазып, мынандай қазықтарды орнатуға, шаршамай жұмыс жасауға, соған бізге күш қуат береді. Сіздердің қолдауларыңыз. Өйткені егерде бұл қойларға осындай нарменен қора жасап, бұл қойларды мен бордақыламасам, бұны бір өзбек бордақылайды, бұны бір басқа ұлт дүнгендер бордақылайды, бұны басқа бір тау халықтары дейміз ғой, шешендер, ингуштар, солар
бордақылайтын болады. Ал қазақтың жерінде, қазақтың өзінің ата кәсібімен мен ойлаймын, қазақтар айналысу керек. Сондықтан да біз өзіміздің кәсібімізді, өзіміздің ата кәсібімізді басқа ұлттарға беріп қойғанымыз жарамайды. Қазірдің өзінде Қырғыздан қап-қабымен құрт сатып алып отырғанымызда мен ойлаймын, бізге ұят, зор қасірет. Бірақ соны айтып отырып, қимылдамасақ, істемесек, жұмыс істемесек, черлемесек, оның дәмін татпасақ, бізге біреуге әкеп бере салмайды ғой. Ал жақсы, аман сау болыңыздар. Сіздердің де уақыттарыңызды алмайын. Өзім де жұмысымнан қалмайын, ары қарай жалғастырайын. Алла жазса, бұйыртса, осы жерге де жаңа тапшан, жаңа нар құрылған кезде, жаңа қора салған кезде тағы да бір видеоға түсіріп, өзіміздің құрған қорамыздың жалпы өлшемдері егер де керек болса, өлшемдерін керек маған деп осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер. Сол видеода мен әр ненің өлшемдерін айтатын боламын. Әзірше қолдау білдіріп кетейік. Рахмет, аман сау болыңыздар.